70-тен асқан кісі еді. 18 жасымда мен шақырып алды, бөлмеге кел депті. Ұстаз деп сыйлап жүрміз ғой. Насихат жүргізіп. Имам емес, ұстаз, иә? Ұстаз, сабақ беретін. Сол медреседе сабақ береді. Бардым, сөйлесіп, отырып, бір кезде айтты, сен білесің бе, не сауаптар қалай, енді қандай сауап жинау керек екенін деді. Соны айттым, қалай сауап? Енді біз сауапты білеміз. Күнделікті медреседе сауап деп, Құран оқысаң сауап, намаз оқысаң сауап, садақа берсең сауап, қажылыққа барсаң сауап, сауап дейді. Сол сауаптар. Әйел адам, ер адамның жыныс мүшесін ұстаса, мынанша сауап. Оның сандарын айтты, енді менің есімде қалған жоқ. Біреу 300 сауап деді, біреу 400 бірдеңе сауап, біреу 200 бірдеңе сауап дегендей. Мен таңғалып қалдым, мә деп. Сол кезде менің көзім ашылды ғой. 18-десіз. Иә, 18-демін. 70-тен асқан үлкен кісі осыны айтып тұрса, біз оны ұстаз деп жүрміз, ер адамды. Осы кісі осылай айтса, түкіргенім бар дедім ше, барлығына. Қандай сауап түрлерін айтты? Одан ер адам, әйел адамның емшегін ұстаса, енді осы ұят жоқ дегендей, осынша сауап болады деді. Деп, сосын жағы ерінен сүйсе, мынанша сауап болады деді. Мойнынан сүйсе, мынанша сауап. Бір-бірінің қолынан ұстаса, мынанша сауап деді. Әйел адам, ер адамның жыныс мүшесін, тағы басқа жерлерін ұстап, не алса осынша сауап. Мен ана жерде білмеймін, басымнан біреу су құйып жүргендей болды ғой, ыстық суды.